Сәлеметсіз көрермен, қалай қанды сауықтыруға болады? Бүгін қанды сауықтырудың халықтық әдістерін айтатын боламын. Келесі видеом ПРП инъекциясы, тромбоциттерге бай плазмалық терапия туралы болады. Алдымен денсаулыққа пайдалы видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Ескерту, кез келген халық емін қолданбас бұрын дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Ағзамыздың саулығын, тазалығын мұқият қадағалаймыз. Ал қанның саулығы мен тазалығы жайында естіп пе едіңіз? Қанның сау күйін сақтаңыз. Өйткені таза қан денеге қуаныш сыйлайды. Мұның өзі барлық ауруларға қарсы тұрады. Қанның қою болуы өмірге қауіп төндіреді. Холестеринді шамадан тыс тұтыну, дұрыс тамақтанбау, әсіресе түнде крахмалды тағамдарды көп тұтыну, нан өнімдері қанды қоюлатады. Ал тұтқыр қан атеросклерозға, инфарктқа, инсультқа келеді. Содан үнемі бас айналып, қан қысымы бар, жалпы жағдайы мен ұйқы бұзылады. Бірте-бірте бүйрек жұмысы тұралап, істен шыға бастайды. Қан тамырларына үлкен жүктеме түседі. Өйткені қан тамырларының қабырғаларында холестериннің тұнбасы тұрып қалады. Сондықтан қанның жай-күйіне қамқорлық жасау керек деп жазады Ауырмаңыз газеті. Егер сіз гипертония, жұқпалы инфекциялық аурулар, қан тамырларының склерозы, инфаркт, инсульт алған болсаңыз, 2 есе сақтықтан қан жөн. Үй жағдайында қанның қою, не қою еместігін анықтауға болады. Ол үшін медициналық қолғап киіп, спиртпен сүртіп, 4-ші саусақтан қан анализін алу кезінде бір рет қолданылатын стерилді инемен тесіңіз. Әйнекке 2 тамшы қан аламыз да, оны жұқа етіп жағамыз. Біраз уақытта бетінде жұқа қабықша пленка пайда болады. Әр 30 секунд сайын әйнектегі қанды қарап тұру қажет. Егер пленка 5 минуттан кейін пайда болса, онда бұл қалыпты жағдай. Егер 5 минутқа дейін болса, онда коагуляция, яғни қан ұю жоғарылайды. Қанды тазартудың ең жылдам әдісі күн сайын таңертең бір ас қасық өсімдік майын сорып алыңыз да, кейін түкіріңіз. Жұтып қоюға болмайды. Ол түнде ағзада жиналған барлық токсиндерді жояды. Тіпті рак клеткаларында жоюға қауқарлы. Бұл әдісті күн сайын жарты жыл бойы жасаған дұрыс дейді білетіндер. Жылына 2 рет көктемде және күзде қанды тазарту қажет. Ол үшін 2 стакан балға 1 стакан аскөк, 2 литр ыстық су қосып, валериана тамырынан 1 ас қасық салып араластырып, термосқа құйып қоямыз. Бір тәулік өткенде оны сүзіп, тоңашқышқа салыңыз. Күніне 3 мезгіл 1 ас қасықтан ішіп отырыңыз. Қанды тазалаудың ең жылдам әдісі мынадай. Ол үшін күні бойы қарапайым ауыз суын ішіп, кешке 1 литр сары суды ішу керек. Сары су дегеніміз ол ірімшіктен алынған сары су. Дұрыс тамақтаныңыз, қанды сұйылтатын тағам түрлерін таңдаңыз. Көкөністер, жемістер, өсімдік майлары, майлы емес сүт өнімдерін көбірек пайдаланып, қуырылған тағамдарды, кебаб, кәуап, ысталған ет, тұзды нәрселерді ұмытыңыз. Метаболизмді баяулататын барлық жасанды ингредиенттерден бас тартып, жаман әдеттерден аулақ болыңыз. Барлық топтардың дәрумендеріне, минералдарға бай тамақты өзіңіз даярлап үйреніңіз. Қан құрамын қалыпқа келтіру үшін цуккини, баклажан пайдалы. Оларды қуырудың қажеті жоқ, бұқтырып дайындап көріңіз. Суды жеткілікті мөлшерде ішіңіз. Өйткені қан 80% судан тұрады. Қанды аспиринде сұйылтады. Бірақ онымен абай болыңыз, асқазаныңызды ауыртып алуыңыз мүмкін. Табиғатта табиғи аспирин бар. Дәрінің орнына мүкжидек клюква пайдалануыңызға болады. 2 ас қасық мүкжидекті шыны аяққа салып, ұсақтап жарты стакан қайнаған су құйып, тұндырып ішіңіз. Немесе 200 грамм қайнаған суға 1 шай қасық шабындық тамырын 40 минут тұндырып, 1 ас қасықтан ішуге болады деп жазады Ауырмаңыз газеті. Ол қанды сұйылтып тазартады. Негізінен ылғалды жерлерде көп өседі. Гүлдері ақ түсті болады. Оның хош иісі бөлек әңгіме. Қант диабеті атеросклерозда топинамбур көмектеседі. Ол инсулинге бай, сондықтан холестериннен тазартып, перистальтиканы жақсартады және дисбиоз процестерін жоюға көмектеседі. Өйткені ол асқазан шек жолдарының төменгі бөліктерінде сіңіріледі. Балғын күйінде үккіштен өткізіп, өсімдік майы, сарымсақ қосып тұтынуға болады. Немесе оны шайып, құрғатып, ұсақтаңызда кофе ретінде қолданыңыз. Диабетті де емдеуге жақсы көмектеседі. Гемоглобин төмендеп кеткенде ет, қайнатылған тауықты көбірек тұтыну қажет. Сондай-ақ
Қызылша, анар, аз мөлшерде қаймақ та гемоглобинді арттырады. Одан бөлек күні бойы су ішіп құрамында темірі бар өнімдер, мәселен балық, жұмыртқаның сарысы, сұлы жармасы, қара нан, бұршақ дақылдары, соя, аскөк, ақжелкен, шабдалы, алма жеп тұрыңыз. С дәрумені бар тағамдар көкөністер мен жемістерді қоса пайдаланған жөн. Бұл витамин темірдің ағзаға сіңірілуіне көмектеседі. Емдік өсімдіктерден қарақұмық гүлдерін шай сияқты демдеп ішуге болады. Ал бақбақтың жапырақтары сабағы мен тамырынан тұнба, шырын жасап ішкен дұрыс. Таңертең аш қарынға 1 стақан итмұрын тұнбасына аздаған лимон шырынын, 1 шай қасық бал қосып ішіңіз. Бұл рецепт ересектерге де, балаларға да жарай береді. Балалар жарты стакан ішсе жеткілікті. Қанды сұйылту үшін емдік сүліктерге де жүгінуге болады. Олар әдетте тұр жиналып қалатын аймақтарға, мойнының 7-ші омыртқасының маңы немесе 8 көз жамбас аймағына қойылады. Ұзақ емес, өзі түскенге дейін, көп болғанда 15 минут ұстаңыз. Және қандай да бір ем түрін бастамас бұрын емдеуші дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Сізде қарсы көрсетілімдер болуы мүмкін. Бүгінгі видеом осындай. Видеом ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.